Президенттің заңсыз иемденген активтерді қайтару жөніндегі тапсырмаларын орындау шеңберінде арнаулы мемлекеттік қордан Жетісу облысында жаңа жалпы білім беретін мектеп салуға 5,5 миллиард теңге бөлінді. Көксу ауданының Балпық би ауылында 600 оқушыға арналған жаңа мектеп салынуда. Жаңа нысанға деген қажеттілік халық санының өсуі және қолданыстағы білім беру инфрақұрылымына түсетін жүктеменің артуына байланысты туындап отыр. Жаңа мектеп балаларға тұрғылықты жеріне жақын жерде заманауи білім беру инфрақұрылымына қол жеткізуге мүмкіндік береді. Құрылысты 2027 жылдың соңына дейін аяқтауы жоспарлануда. Активтерді қайтару бойынша жұмыс шеңберінде үкімет 610 миллиард теңге сомасына 500-ден астам әлеуметтік жобаны қаржыландыруды мақұлдады. Қор қаражаты бүкіл ел бойынша білім беру, денсаулық сақтау, спорттық және коммуналдық инфрақұрылым нысандарын салуға және жаңғыртуға бағытталады. Білім беру саласында 64,4 миллиард теңге сомасына 17 жоба жүзеге асырылуда.